Аша Матай басынан өткен қиын жағдайды Айнұр Ілиясоваға берген сұхбатында баяндады. Тележүргізуші сол күнді қорқынышты түс секілді еске алатынын айтты. Маған 2 рет эпидуральды анестезия жасады. Толғақты тездететін дәрі салды. Кейін баланың жүрегі тоқтап қалды. Дәрігерлердің түрі суып кеткен. Анам екеуміз шок болдық. Анам қасымда еді. Анам жылай бастады. Мен бірден өзімді жинап алдым. Мама, жыламаңыз, бәрі жақсы болады. Маған кесар тілігін жасаңыздар дедім. Ана кісілер дір ете қалды. Түнгі бірде босандым. Асылым аман есен дүниеге келді. Бірақ бірден жыламады. Дәрігерлер орып, өздерінің әдістерін қолданды. Содан кейін барып қана жылады. Бәрі анестезия салатын маманға байланысты екен. Құдай өзі кешірсін. Өзімді өлік адам сияқты сезіндім. Жарты жылдай өзіме келе алмай жүрдім. Дәрігерлер толға шақыратын дәрінің дозасын шамадан тыс салып қойған. Одан кейін наркоз салған. Содан денемді сезбеймін. Сөйлеуге де шамам келмеді. Мен о дүниеге кетіп барамын деп ойладым. Іштей осы өмірмен қоштастым. Тілімді калимаға келтіріп дайындалып жаттым. Мен өліп қалсам, қызымды күйеуім мен анам қарайды деп ойладым, дейді Аша Матай. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.